Құрбандыққа деп сақтап отырған 2 жасар тоқтымыз ойламаған жерден пышақ келді. Мынау соның қуырдағы. Егер келін көріп қалмағанда, кім біледі? Байқұс арам қатар ма еді? Бұйырғанда әке. 3-тен 1-ін алып қалдық. Ал қалғанын Құдай етіп таратып жібердік. Дұрыс болған екен. Бүгін өзі не болды? Менің дана газелінің баллоны жарылып, алған заказым быт шықты. Соны жаматам деп жүргенде кештің қалай болғанды байқамай қалдым. Балам, әр нәрсенің өзінің қайырымы бар деген. Кімнің ақысына кіріп кеттік екен. Şimdi bırak deyip güzel. Düzgün mü boşu burası? Мен маған не дейсің? Сәлеметсіз әпке. Қалайсың кір? Маған не дейсің мен? Мен вообще-то осы магазинмен бала шағамды асырап отырмын. Алсаңшы. Ана ол мен. Менен ешбір күш-қуат жұмсамай, осындай тағамды жіберген Аллаға мадақ болсын. Отбасымызға береке беріп, ынтымағымызды ажырата көрме, я Алла. Аумин. Сәлеметсіз әпке. Қалайсыздар? Жақсы. Әпке, бағана маған артық ақша беріп жүрген едіңіз. Сіз бір клиентпен келісе алмай тұрған кезіңізде соны пайдаланып кетіп қалғаным бар еді. Айып менен болып тұр. Мынау маған берген артық ақшаңыз өзіңізге бұйырсын. Қалай болады екен енді? Не болып қалды әпке? Бірдеңені дұрыс жасамадым ба? Жоқ, мынау саған қалай рахметімді айтарын білмей тұрған қазіргі заманда өзіндей жігіттер аз ғой, тіпті жоқ десем де болады. Рахмет жігіт. Қайта мені кешіріңіз. Айып менен болды. Ештеңе етпейді. Не ғой, шай қойып жатырмын, жүр шай ішейік. Жоқ, рахмет әпке. Баратын жерлерім бар еді. Сау болыңыз. Жарайды, сау болып тұр інім.
Қайрат бауырым, өте дұрыс жасадыңыз. Қандай да діни сұрақтарыңыз болса, осылай мешітке келіп тек қана имамдардан сұраңыз. Алла қаласа біз сізге қалай сүннет бойынша дұрыс амал жасап, ханафи мазхабы бойынша намаз оқуды үйретеміз. Мен сізге намаз оқу үйренейік кітабын бердім. Алғашқы сүрелерді жаттаңыз, әрмен қарай бірге отырып намазды дұрыс оқуды үйретемін. Білесіз бе? Кәне, бисмилля, дуа қылайық. Я Раббана Карим, әлемдердің Раббысы, өзіңнен ғана жалбарынып, өзіңнен ғана жәрдем сұраймыз. Я Алла, бізді тура жолға сала көр. Қайрат бауырымды 5 уақыт намазы түгел орындауын, я Аллахым 5 парызын түгел орындауын нәсіп ет. Я Аллахым тура жолға сала көр. Әмин Аллаху акбар. Досым, баяғыда 5 теңге барлығын жетеді. Қазір магазин кіріп шықсаң, 1000 теңгесі қалды. Теңгенің құны түсіп кетті қазір. Өкімет қайда қарап отыр? Қазақстанның байлығы әрбір тұрғынға жұмыс істемей-ақ жетеді екен. Қойшы осындайды. Қайдан шығарып аласыңдар осы? 85-те гамөш айтты. Сен маған сенбейсің, Айтшы, гамөш етсе болды ма не? Осындайларын қойсыңдаршы, диванда отырып алып, мемлекет андай дегенде. Ең бастысы, әр адам өзінің жұмысын адал атқарса, одан кейін бірте-бірте бәрі өз орнына келеді. Вот именно адал болмай жатыр ғой, жоғарыдағылар. Бақа, жоғарыдағылар адал болмай жатса, сен адал бол. Ең бастысы, өзінен баста. Мысалы, бүгін бірінші күн жұмысқа тұрдың, дұрыс па? Иә. Енді осы 9 сағаттық жұмыс ақыңды адал алсайшы. Мақыл, адал болдық деді. Кім бағалап жатыр, айтшы? Кім? Досым, осы күнге шейін қанша жерде жұмыс істедің? Жұмыс істедің бе, істемедің, ешкім сенің басына сипамайды. Мен де соны айтқым келіп отыр. Соны кім кінәлі айтшы? Біріншіден, сенің ниетің түзу емес. Екіншіден, оған сенен басқа ешкім кінәлі емес. Қайт мемлекетке айналып келеміз, әрине мемлекет кінәлі. Бауырым, бір нәрсенің парқына жетпей атып, бүлік шығарма. Атамда айтып еді, дінде де солай деп. Бір нәрсенің парқына жетпей атып, бүлік шығарсаң, фитна болады деген. Қойшы, мен ашып жібердің ғой. Сәл тұрсам ұрып жібересің ау, Миың ашса, бұндай темаға басыңды қатырма. Кеттік, жұмыс жасаймыз. Кешке не істейсің? Кешке білмеймін пока. Айтқандай, ақи, жаңадан келген 2 жігіт жайлы айтарым бар. Не болыпты оларға? Бағдат деген жігітті оңай құрыққа түсіруге болады. Бірақ екінші сәл қиынға соғады. Себеп? Жаңа әңгімелерінен байқап қалдым. Тым ақылды сияқты. Оңды солын біліп, ханафиша сайрап тұр. Не қыламыз? Жұмыстан шыға жер саламыз. Жоқ, жұмыстан шығаруға асықпа. Бізге де ермек керек. Байқап көрейік, тұлпардың қай жерге дейін шабатынын. Ертең басымызға бәле болып жүрмесін деген. Сен қорықпасың. Ондай ақылдылардың талайын көргенбіз. Олардың слабы жерлерін де білеміз. Ісіңізге береке берсін.
Ya Allah, elimizдің amandығын, жұртымыздың тыныштығын бере көр. Асыл дінімізге күш-қуат бере көр. Аумин. Жігіттер, намаз уақыты бол. Жұмыстарды тастаңдар. Брат, бітіріп алсақшы арзымайтын қал. Мен не дедім сендерге? Тастасаңдаршы болды. Ассалаумағалейкум көрші. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Құдайға шүкір, тәубе. Иә, жол болсын, қайдан жүрсің? Үйде ремонттап жатқан едім. Соған бір зат жетпей қалып, строительный магазинге барғаным ғой. Қалай? Үй іші бала-шағаң бәрі аман есен ба? Аман есен. Айтпақшы, бағана магазинде барғанда сіздің ұлыңызды көріп қалдым. Сол ма, сол емес пе? Әй, өзіме сенім келмей тұрғаным. Ол кеше жұмыс таптым деп жатқан. Мүмкін сол шығар. Нұреке, егер сол болса, ол жерден шығар бала сау. Жай шамас енді? Сол жай болмай тұр ғой. Магазин егесі де, жұмысшылар да бәрі жат ағымға еріп кеткендер. Ай, көріш. Сен олардың жат ағымға кіріп кеткен қайдан білесің? Оның үстіне сен діни сауатың да жоқ қой. Ай, Нұреке, шын сөзім. Олардың бәрі сақалын ұзартқан, балағын қысқартқан. Өзің көршің болған екен, жаным ашып, өзіңе келіп, айтып жатқаным ғой. Нұреке, сен мені дұрыс түсін. Жарайды. Мен үйге барған соң, баламен жақсылап сөйлесем. Анық қанығына көз жетсең. Жақсы. Жақсы. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.